Сәлем достар, бүгін сіздерге қолтықтың терлеуі, қолтықтан жағымсыз иістің шығуы және одан арылудың жолдарын айтамын. Қолтықтың терлеуі тек жаз мезгілінде болады десеңіз қателесесіз, ол жыл мезгіл таңдамайды. Қанша әдемі киім киіп, әдемі болып боянсаңыз да, жағымсыз иісті жасыру мүмкін емес. Ол организмдегі гормоналды өзгерістер мен бактериялар, микробтарға байланысты. Егер жағымсыз иістен құтылғыңыз келсе, ең алдымен жеке бас гигиенаның тазалығын сақтауыңыз тиіс. Күніне кем дегенде 2 рет салқын душ қабылдаңыз. Егер душ қабылдауға мүмкіндігіңіз болмаса, сабынмен қолтығыңызды жуыңыз. Екінші, ешкімнің киімін киюге тырыспаңыз. Егер киюге тура келетін жағдай болса, онда оны әбден жуып, жақсылап үтіктеп кигеніңіз абзалырақ болады. Сонымен қатар суды көп ішіңіз. Ол оттегінің келуін, қан айналымын жақсартады. Жағымсыз иістен құтылудың сіздерге бірнеше тәсілін ұсынғым келеді. Бірінші тәсіл: 200 мл жылы суға 1 шай қасық сода, 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып тұнба дайындаймыз. Дайын болған тұнбамызды күніне 2-3 мәрте мақта тампонымен қолтық аймағын жуып сүртіп аламыз. Сүртіп алмастан бұрын қолтығымызды жақсылап сабынмен жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін осындай мақтамен қолтығымызды сүртеміз. Бұл тұнбамен аяқтан жағымсыз иіс шығатын адамдарда аяғын жууға да болады, сүртуге, немесе ауызды да шаюға болады, тамақ, мұрынды да шаюға болады. Бұл тұмау, басқа да секілді аурулардың алдын алады. Екінші тәсіл: 200 мл қайнаған ыстық суға 10-15 шақты лавр жапырағын салып, оның үстіне жарты шай қасық лимон қышқылын қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, бұл дайын болған тұнбаны 1 күнге қоямыз. 1 күн өткеннен кейін сүзіп алып, сумен қолтық аймағын жуып сүртіп алуға болады. Өте жақсы көмектесетін тәсілдердің бірі. Бірақ лимонға аллергиясы бар адамдарға байқап көруге кеңес беремін. Үшінші тәсіл: 200 мл жылы суға 3% сутегі асқын тотығын, яғни перекс водородының 1 шай қасығын қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап жуып алған қолтық аймағын мақта тампонымен осы ерітіндімен сүртіп аламыз. Оны еш уайымдамаңыздар, аллергия тітіркендіру тудырмайды. Өте жақсы көмектесетін тәсілдердің бірі. Маған өзіме ұнағаны осы тәсіл болды. Немесе осы 3% сутегі асқын тотығының ешқандай суға араластырмай, мақта тампонына құйып, осылайда аймағын, қолтық аймағын сүртсеңіз де болады. Бұл ешқандай аллергия тудырмайды. Бұл барлық аптекаларда, дәріханаларда сатылады. Бағасы қолжетімді. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, қазақша пайдалы кеңестер арнасының дамуына үлес қосуыңызды сұраймын.